Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жөтелді басатын, қақырықты түсіретін, үй жағдайында сироп дайындап үйренетін боламыз. Ол үшін каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге табиғи бал керек, және де шұңғыл беті жабылатын ыдыс керек, және бір бас жуа керек. Жуаны видеода көрсетілгендей ұсақтап тураймыз, және де 1-1,5 қасық бал салып, жақсылап араластырып, 4-5 сағатқа бетін жауып қоя тұрамыз. Егер де сізде балға аллергия болса, немесе бал болмаса, орнына қант қолдансаңыз болады. Бұл сироп тек 1 күндік сироп. Сол күні дайындап, сол күні 2-3 мезгіл ішіп қою керексіздер. Егер порциясы көп болса, сіз жарты жуамен 1 қасық медпен де жасасаңыз болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай сұйық сироп дайын болады. Тек қана сиропын тазалап бересіз, балаңызға немесе үлкендерге де беруге болады. Бұл сиропты тек 3 күн ғана ішесіз, кейін көмектеспесе дәрігерге қаралуыңыз керек.